Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Мен 60 жасында босанатынды естіген күні өзім де сенбедім. Дәрігердің қарсы алдында отырғаным әлі есімде. Кабинет іші тым-тырыс болатын. Перизеден түскен күн сәулесі үстел үстіндегі қағаздарға түсіп тұрды. Менің қолым дірілдеп кеткен еді. Айман апай, талдау нәтижелері дайын болды, деді дәрігер. Мен үнсіз басымды изедім. Сіз жүктісіз. Алғашында құлағыма дұрыс естілмегендей болды. Не дедіңіз? Деп қайта сұрадым. Сіз жүктісіз. Осы сөзден кейін көзімнен жас шығып кетті. 40 жыл. Тура 40 жыл бойымен осы сөзді естуді армандадым. 20 жасында тұрмысқа шыққан едім. Ол кезде өмірдің бәрі алда сияқты көрінетін. 1 жылдан кейін бала көтерерім деп ойладым. 2 жылдан кейін де үміт үзбедім. 5 жыл өтті. 10 жыл өтті. Бірақ сәби үнін ести алмадым. Алғашқы күйеуім осы себептен менен алыстай бастады. Менің де әке болғым келеді, дейтін ол. Мен үндемейтінмін. Өйткені оның сөзінің жаны бар еді. Bir күні ол кетіп қалды. Сол кеткеннен қайтып оралмады. Мен жалғыз қалдым. Содан кейінгі жылдар жұмыс пен үйдің арасында өтті. Біреулер аяды, біреулер мазақ етті. Баласыз әйелдің үйі бос үй ғой. Қартайғанда қарайтын ешкімі болмайды. Бір кем дүние. Осындай сөздерді жылдар бойы естіп келдім. Ең қиыны мерекелер еді. Туыстар жиналғанда бәрі балаларын ертіп келеді. Немерелерін көрсетеді. Ал мен бұрышта үнсіз отыратынмын. Ешкім бетіме айтпағанмен, бәрі аяушылықпен қарайтын. Сол көзқарастан шаршадым. 55 жасқа келгенде тағдыр мені Маратпен жолықтырды. Ол менен 3 жас үлкен еді. Өзі де жалғыз болатын. Bir күні ауылдағы дүкенде таныстық. Содан әңгімеміз жарасып кетті. Марат мені ешқашан кем көрген жоқ. Ешқашан бала мәселесін қозғамады. Сол үшін де оған тұрмысқа шығуға келістім. 5 жыл бойы тату-тәтті өмір сүрдік. Бізге тыныштық жеткілікті сияқты көрінетін. Бірақ ішімдегі бір арман ешқашан өлмепті. Bir күні таңертең өзімді жайсыз сезіндім. Басым айналды. Тамаққа тәбетім өзгерді. Алғашында мән бермедім. Жас келген соң түрлі ауру шығады деп ойладым. Бірақ жағдай қайталана берді. Ақыры аудандық ауруханаға бардым. Сол жерде дәрігер әлгі сөзді айтты. Сіз жүктісіз. Үйге келген соң Маратқа айтуға батылым жетпеді. Ол жұмыстан кеш қайтты. Ас ішіп отырған кезде, саған бір нәрсе айтуым керек, дедім. Не болды? Мен ауруханаға барып келдім. Денсаулығым дұрыс па? Иә, бірақ даусым дірілдеп кетті. Мен жүкті екенмін. Мараттың қолындағы қасық жерге түсіп кетті. Ол бірнеше секунд бойы маған қарап отырды. Қайта айтшы? Мен жүкті екенмін. Ол орнынан тұрып кетті. Мен оның сенбегенін түсіндім. Бірақ келесі сәтте көзіне жас толды. 63 жастағы ер адамның жылағанын бірінші рет көрдім. Ол келіп мені құшақтады. Екеуміз ұзақ уақыт үнсіз тұрдық. Сол түні ұйықтай алмадық. Қуаныштан ба, қорқыныштан ба, өзіміз де білмедік. Келесі күні бұл жаңалық бүкіл ауылға тарап кетті. Қалай тарағанын ешкім білмейді. Бірақ кешке дейін бәрі естіп үлгерген. Телефон тынымсыз шырылдай бастады. Біреулер құттықтады, біреулер сенбеді. Ал кейбіреулер ашық мазақ етті. Осы жаста бала туып не керек? Ертең кім өсіреді? Ұят емес пе? Осындай сөздер көбейді. Марат олардың ешқайсысына жауап бермеді. Бірақ менің көңілім түсіп кетті. Bir күні үйдің алдында су құйып жүргенімде екі көршінің әңгімесін естіп қалдым. Олар мені байқамаған. Бос сөз ғой. Иә, 60 жаста қалай босанады? Біреудің баласын алады да өзінікі дейді, әлі көресің. Жүрегім шымете қалды. Үйге кіріп кеттім. Көзіме жас келді. Кешке Марат бәрін байқап қойды. Не болды? Мен естіген сөздерді айтып бердім. Ол біраз үнсіз отырды. Сосын, біз өмір бойы адамдар үшін өмір сүрдік пе? Деді. Жоқ. Онда неге олардың сөзін ойлайсың? Мен жауап бере алмадым. Айлар өте бастады. Дәрігерлер әр тексеруде сақ болуды ескертетін. Өйткені жасым үлкен еді. Әр күн сайын қорқыныш көбейе берді. Бірде қан қысымым көтерілді. Бірде өзімді машар сезіндім. Бірнеше рет ауруханаға жатуға тура келді.
сонда да ішімдегі сәби үшін бәріне төздім. 7 айға жеткенде дәрігерлердің өзі таңғала бастады. Бала жақсы дамып келе жатқан еді. 8 айда аудандық ауруханадан облыс орталығына жіберді. Тәуекел етпейміз, деді дәрігер. Мен арнайы бақылауға алындым. Перзентхана палатасында жатқан күндер әлі есімде. Қасындағы әйелдердің бәрі менен кем дегенде 30 жас кіші болатын. Олар кейде жасымды сұрайтын. Мен айтқан кезде таңырқап қалатын. Біреулері сүйсінетін, біреулері түсінбей қарайтын. Бірақ мен енді ештеңеге мән бермейтін болдым. Өйткені мақсатым біреу еді. Баламды аман дүниеге әкелу. Күндердің күні түн ортасында ішім қатты ауыра бастады. Алғашында жалған толғақ шығар деп ойладым. Бірақ ауырсыну күшейе түсті. Медбике жүгіріп келді. Дәріге шақырылды. Палата іші абыр-сабыр болып кетті. Босану басталып жатыр. Осы сөзді естігенде денем мұздап кетті. Қорқыныш пен қуаныш араласып кеткен еді. Мені босану бөліміне алып кетті. Жарық шамдар көз қарықтырады. Айналамда ақ халатты адамдар жүр. Бірі қан қысымымды өлшейді, бірі құжаттарды қарайды. Бірі баланың жүрек соғысын тыңдайды. Уақыт тоқтап қалғандай көрінді. Ауырсыну күшейе берді. Бірақ мен бір ғана нәрсені ойладым. Тек аман болшы. Сәбиіме іштей қайта-қайта сөйлей бердім. Таң ата бере дәрігерлердің дауысы қаттырақ шыға бастады. Бәрі жылдам қимылдап жүрді. Сол сәтте мен өмірімдегі ең маңызды сәттің келгенін түсіндім. Бірнеше минуттан кейін бөлме ішін нәрестенің жылаған дауысы жаңғыртты. Сол дыбысты естіген сәтте көзінен жас парлап кетті. 40 жыл күткен дауыс еді бұл. 40 жыл. Дәрігер нәрестені көтеріп көрсетті. Құттықтаймын, ұлыңыз дүниеге келді. Мен сөйлей алмадым. Тек жылай бердім. Өмірімде алғаш рет өзімді толық бақытты сезіндім. Бірақ дәл сол күні мені күтпеген тағы бір оқиға күтіп тұрғанын ол кезде әлі білмейтінмін. Ұлым дүниеге келгеннен кейін өзімді түс секілді сезіндім. 40 жыл бойы күткен арманым орындалған еді. Дәрігерлер мені бақылау палатасына ауыстырды. Денем әлсіз болғанымен көңілім ерекше жеңіледі. Ең бастысы сәбиім аман. Бірнеше сағаттан кейін медбике кішкентай ұлымды әкелді. Ақ көрпеге оралған нәрестені қолыма алған сәтте жүрегім шымырлап кетті. Оның кішкентай саусақтары қозғалып жатыр. Көздері жұмық, тынысы баяу. Мен оның маңдайынан сүйдім. Балам, дедім сыбырлап. Осы бір сөзді айту үшін қанша жыл күткенімді бір өзім ғана білетінмін. Сол күні кешке Марат келді. Ол палатаның есігін ашқанда қолында үлкен гүл шоғы бар екен. Бірақ көзқарасы гүлден де әдемі еді. Олың көрген кезде үнсіз қалды. Көзінен тағы да жас шықты. Айман, сен маған өмірдегі ең үлкен сыйлық бердің, деді. Мен күліп жібердім. Екеумізде де берген сыйы ғой. Марат сәбиіміздің қасына отырып ұзақ қарады. Мен оның мектепке барғанын көре алам ба екен? Кенет айтылған сөзден бөлме іші үнсіз қалды. Мен де сол туралы ойлағанмын. Мен де сауға қорқатынмын. Жасымыз келген. Болашақта не боларын ешкім білмейді. Көреміз, дедім ақырын. Көруіміз керек. Марат қолымды қысып қойды. Сол түні мен ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Ұлым бесігінде тыныш ұйықтап жатты. Мен қайта-қайта оған қарай бердім. Таңға жуық көзін ілініп кеткен сияқты. Бірақ бір кезде дәлізден шыққан дауыстардан оянып кеттім. Палатаның есігі толық жабылмаған екен. Сырттағы әңгіме анық естіліп тұрды. Бір әйелдің дауысы шықты. Ана 60 жастағы әйел ме? Иә, кеше босанған. Қызық екен. Сәл үнсіздік орнады. Сосын екінші әйел күліп жіберді. Шынымды айтсам, баланы аяп кеттім. Жүрегім шым ете қалды. Неге? Өткен анасы 60 жаста ғой. Ертең бұл балаға кім қарайды? Екеуі күліп жіберді. Иә, рас. Баланың обалына қалған сияқты. Мен қозғала алмай қалдым. Біреу кеудеме ауыр тас қойғандай болды. Олар мені көрмеді. Мен де үндемедім. Бірақ әр сөзі жүрегіме қадалып жатты. Баланың обалына қалған сияқты. Осы сөз қайта-қайта құлағымда жаңғырып тұрды. Көзімнен жас ағып кетті. Мен өмір бойы адамдардың сөзіне үйренгенмін деп ойлайтынмын. Бірақ бұл жолы басқаша еді. Өйткені енді әңгіме мен туралы емес, ұлым туралы. Мен оның өміріне зиян келтірдім бе? Мен кеш қалып қойдым ба? Мен өз бақытым үшін баламның тағдырын қиындаттым ба? Осы сұрақтар миымды
тесіп бара жатты. Сол түні көз іле алмадым. Таңертең Марат келгенде бірден жағдайымды байқады. Не болды? Ештеңе. Жоқ, бірдеңе болған. Мен үндемедім, бірақ ол қоймады. Ақыры түнде естіген сөздерді айтып бердім. Марат қабағын түйіп тыңдап отырды. Әңгіме біткенде орнынан тұрып терезе жаққа кетті. Біраз уақыт үндемеді. Сосын маған бұрылды. Олар қателеседі. Бәлкім дұрыс айтатын шығар. Жоқ. Марат. Айман, тыңдашы. Ол жаныма келіп отырды. Бұл баланы біз 40 жыл күттік. Иә. Біз оны жақсы көреміз бе? Әрине. Онда қалғанның бәрі маңызды емес. Мен үндемедім. Кейбір адамдар 25 жасында ана болады, бірақ баласын тастап кетеді. Кейбіреулер 40-қа жетпей-ақ немерелі болады, бірақ өз баласына бір рет жылы сөз айтпайды. Оның сөздері жүрегіме жетіп жатты. Ата-ананың жасы емес, жүрегі маңызды. Мен көз жасымды сүрттім, сәл жеңілдеп қалғандай болдым, бірақ қиындық мұнымен бітпеді. Үшінші күні әлеуметтік желіде мен туралы жазба тарады. Біреу перзентханадағы қызметкерлерден естіп алған сияқты. 60 жастағы әйел тұңғышын дүниеге әкелді деген жаңалық әп-сәтте елге жайылды. Телефоным тоқтаусыз шырылдай бастады. Бейтаныс адамдар хабарласып жатты. Кейбірі құттықтады, кейбірі сұхбат сұрады. Ал кейбір пікірлер өте ауыр еді. Өзімшілдік, баланы ойламаған. Бұл дұрыс емес. Оқып отырып көңілім түсіп кетті. Марат телефонды алып қойды. Бұларды оқыма. Бірақ, жоқ. Сол күні кешке тағы бір оқиға болды. Палатаға жаңа науқас түсті. Жасы шамамен 40-тардағы әйел екен. Ол мені бірден таныды. Сіз анау жаңалықтағы әйелсіз бе? Мен басымды изедім. Батыл екенсіз. Даусынан мазақ байқалмады. Керісінше құрмет бар сияқты. Неге олай дейсіз? Әйел ауыр күрсінді. Мен 15 жыл бала көтере алмадым. Мен таңырқап қарадым. Кейін қызым дүниеге келді. Қазір неше жаста? 12-де. Әйел күлімсіреді. Егер сол кезде жұрттың сөзін тыңдасан, мен де ана болмас едім. Оның сөздері көңіліме үміт ұялатты. Біз ұзақ сөйлестік. Сол түні алғаш рет өзімді жалғыз емес сезіндім. Бірақ келесі күні күтпеген адам келді. Жасы 50-лер шамасындағы әйел. Мен оны бірден тани алмадым. Ал ол есікті жапқан соң маған ұзақ қарап тұрды. Сосын баяу ғана: Айман, сен мені танымадың ба? Деді. Мен мұқият қарадым. Жоқ, тани алмадым. Бірақ оның келесі сөзі денемді мұздатып жіберді. Мен сенің өтветтен өмірін туралы бәрін білем. Палата іші кенет тым-тырыс болып қалды. Менің жүрегім қатты соға бастады. Өйткені бұл сөздер көп жылдан бері ешкім қозғамаған құпияның есігін ашып тұрған еді. Әлгі әйелдің сөзі мені селт еткізді. Мен сенің өткен өмірін туралы бәрін білем. Жүрегім тарс-тұрс соғып кетті. Мен оған мұқият қарадым, бірақ бәрібір тани алмадым. Жүзінде таныс бір нәрсе бар сияқты еді, алайда есіме түспеді. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Деді маған. Әйел орындыққа жайлап отырды. Бірнеше секунд үнсіз қалды, сосын күлімсіреді. Мен Гүлнәрмін. Бұл есімді естігенде денем дір ете қалды. Гүлнәр. 40 жыл бойы ұмытылды деп ойлаған есім. Жастық шағымдағы ең жақын құрбым. Біз бір көшеде өстік, бір мектепте оқыдық, бірге армандадық, бірге жыладық. Бірақ кейін өмір екі жаққа бөліп жіберді. Содан бері кездескен емеспіз. Гүлнәр? Иә, Айман. Көзіме жас келді. Ол орнынан тұрып келіп, мені құшақтады. Қанша жыл өтсе де, кейбір адамдарды жүрек ұмытпайды екен. Біраз уақыт ескі күндерді еске алдық. Содан кейін оның жүзі күрт өзгерді. Байыпты болып кетті. Менің саған айтатын маңызды шаруам бар. Менің де көңілім алаңдап отырған. Өйткені ол бекер келмеген сезіп тұрдым. Айта бер, Гүлнәр ауыр күрсінді. Айман, сен бір нәрсені өмір бойы өзіммен бірге алып жүрдің. Мен үндемедім. Солай емес пе? Кеудем қысылып кеткендей болды. Өйткені оның нені меңзеп отырғанын түсіндім. Бұл туралы мен ешкімге айтпағанмын. Тіпті Маратқа да. Тек бір адам ғана білетін. Ол Гүлнәр. Өткенді қозғамай-ақ қояйықшы. Жоқ. Неге? Өткені өткен өмір өздігінен келіп тұр. Осы сөзден кейін менің мазам қаша бастады. Не айтқың келіп отыр? Гүлнәр маған тіке қарады. Сен 21 жасында болған оқиғаны ұмытқан жоқсың ғой.
Көз алдым бұлдырап кеткендей болды. 21 жас. Менің өмірімдегі ең ауыр жыл. Ол кезде мен студент едім. Арманым көп болатын. Сол кезде Серікпен таныстым. Бір-бірімізді жақсы көрдік. Үйленеміз деп жоспар құрдық. Бірақ тағдыр басқаша шешті. Серік жол апатына түсіп қайтыс болды. Бірақ күнде, бірақ сәтте. Менің бүкіл әлемім қирап қалғандай болды. Сол қайғыдан ұзақ уақыт шыға алмадым. Кейін ата-анам мені басқа қалаға жіберді. Жаңа өмір бастасын деді. Мен кеттім. Содан кейін көп нәрсе өзгерді. Өткеннің бәрін көмемін деп ойладым. Мен ұмытқан жоқпын, дедім ақырын. Гүлнар басын изеді. Бірақ бір нәрсені білмейсің. Нені? Ол сөмкесінен ескі конверт шығарды. Сарғайып кеткен хат екен. Мен оны көрген сәтте-ақ жүрегін зу ете қалды. Бұл не? Серіктің хаты. Мен демімді ішіме тартып қалдым. Мүмкін емес. Мүмкін. Қолым дірілдей бастады. Ол қайтыс болғаннан кейін табылған. Қалай? Оның анасы маған берген. Неге осы уақытқа дейін көрсетпедің? Гүлнар көзін төмен түсірді. Себебі мен қорықтым. Мен үнсіз қалдым. 40 жыл бойы жетпеген хат. 40 жыл. Ақырын аштым. Қағаз әбден ескірген екен. Бірақ жазулар анық көрінеді. Алғашқы жолдарын оқыған сәтте көзімнен жас шығып кетті. Серіктің қолтаңбасы. Өзінің жазуы. Өзінің сөздері. Хатта ол маған үйлену туралы жазған. Болашақ жоспарларын жазған. Бірге тұратын үй туралы армандаған. Балаларымыз туралы айтқан. Мен оқыған сайын жүрегім ауыра берді. Бірақ хаттың соңғы бөлігін оқығанда қатып қалдым. Онда бұлай жазылыпты. Егер маған бірдеңе болып кетсе, өміріңді тоқтатпа. Бақытты бол. Бірақ бір күні біздің арамызда қалған құпияны айтуға тура келеді. Құпия? Мен қайта оқыдым. Сосын тағы. Бірақ дәл сол сөз тұр. Бұл нені білдіреді? Гүлнар маған қарады. Сол үшін келдім. Түсінбедім. Серік қайтыс болардан бірнеше күн бұрын менімен сөйлескен. Жүрегім қайта дүрсілдей бастады. Не айтты? Егер оған бірдеңе болса, саған бір шындықты жеткізуімді өтінген. Менің қолым мұздап кетті. Қандай шындық? Гүлнар жауап бермей біраз отырды. Содан кейін ақырын ғана сөйледі. Серіктің туған ағасы бар екенін білетінсің ғой? Иә. Ол сені ұзақ жылдар бойы іздеген. Мен таңғалып қалдым. Неге? Өйткені оның қолында саған қатысты маңызды мәлімет болған. Қандай мәлімет? Гүлнар көзіме тіке қарады. Ол қазір тірі. Кім? Серіктің ағасы. Мен түсінбей отырдым. Сосын? Ол сені көргісі келеді. Не үшін? Өйткені сен туралы ғана емес? Ол бір сәт тоқтады. Сенің жаңа туған ұлың туралы да білгісі келеді. Менің денемнен тоқ жүргендей болды. Ұлым туралы? Иә. Ол менің баламды қайдан біледі? Өйткені сен туралы жаңалықты көрген. Бірақ оның бізге қандай қатысы бар? Гүлнар жауап бермеді. Оның үнсіздігі мені одан сайын қорқыта түсті. Гүлнар, айтшы. Ол ауыр күрсінді. Мен бәрін дәл қазір айта алмаймын. Неге? Өйткені алдымен сен бір адаммен кездесуге тиіссің. Кіммен? Серіктің ағасымен. Мен абдырап қалдым. 40 жыл бойы көрмеген адамдар. 40 жыл бойы жабық тұрған естеліктер. Бәрі қайта ашылып жатқанда еді. Сол кезде палата есігі қағылды. Марат кіріп келді. Ол бізге таңырқай қарады. Бірдеңе болып қалды ма? Мен жауап бере алмадым. Ал Гүлнар жай ғана. Иә, болды. Не болды? Гүлнар Маратқа қарады. Сосын баяу ғана. Айманның өткен өмірінен бір адам табылды. Марат түсінбей маған қарады. Ал менің жүрегім әлде бір белгісіз қауіптің жақындап келе жатқанын сезіп тұрды. Өйткені көп ұзамай мен 40 жыл бойы көмілген шындықпен бетпе-бет келетін едім. Перзентханадан шыққан күн мен үшін ерекше болуы керек еді. Қолымда жаңа туған ұлым, жанымда Марат. Үйге аман-есен оралып жатқан отбасы. Бірақ көңілімнің бір түкпірінде мазасыздық кетпей қойды. Гүлнардың айтқан сөздері қайта-қайта ойыма орала берді. Серіктің ағасы сені іздеп жүр. Саған көрсететін маңызды нәрсе бар. Ұлым туралы да білгісі келеді. Мен бұл сөздердің мәнін түсіне алмадым. Үйге келгеннен кейін бір апта өтті. Осы уақыт ішінде ауыл адамдары ағылып келіп жатты. Бірі құттықтайды, бірі баланы көруге келеді, бірі
жай қысықтап келеді. Кейде қатты шаршап кететінмін. Бірақ ұлымды құшағыма алған сайын бәрін ұмытатынмын. Бір күні кешке Гүлнар телефон соқты. Айман, ертең боссың ба? Иә. Онда кездесуге дайындал. Жүрегім тағы дүрсілдей жөнелді. Ол келе ме? Иә. Серіктің ағасы ма? Иә. Сол түні көз іле алмадым. 40 жыл бұрынғы өмірім қайта оралғандай сезілді. Ертеңіне Гүлнар бізді қаладағы шағын дәмханаға шақырды. Марат менімен бірге барды. Жалғыз бармайсың деді. Мен қарсы болмадым. Ішімде біртүрлі қорқыныш бар еді. Дәмханаға кіргенімізде бұрыштағы үстелде отырған ер адам орнынан тұрды. Шашына ақ кірген, жүзі шашаңқы. Бірақ көздері дәл Серіктің көзінде екен. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Айман? Иә, мен Ерланмын. Мен басымды изедім. Бірнеше секунд ешкім сөйлеген жоқ. Өткен жылдардың салмағы бәріміздің иығымызда тұрғандай еді. Ақыры Ерлан әңгімені бастады. Алдымен кешірім сұрағым келеді. Не үшін? 40 жыл кешіккенім үшін. Мен түсінбей қалдым. Не айтып отырсыз? Ерлан үстел үстіне қалың папка қойды. Мен саған мұны әлде қашан беруім керек еді. Ол папканы маған қарай жылжытты. Қолым еріксіз дірілдеп кетті. Ішінде ескі құжаттар мен сарғайған қағаздар жатыр. Бұлар не? Ашып қара. Мен бірінші бетті алдым. Алғашында ештеңе түсінбедім. Бірақ келесі секундта дене мұздап кетті. Бұл аурухана құжаты еді. Құжаттағы күнге қарадым. 1987 жыл. Тура менің 21 жасым. Бұл қайдан шыққан? Ерлан ауыр күрсінді. Серік қайтыс болғаннан кейін оның заттарын жинадық. Сосын осы құжаттарды таптық. Мен құжаттарды қайта қарай бастадым. Көзім бір сөйлемге түскенде тынысым тарылып кетті. Пациент Айман Қасымқызы. Мен орнында қатып қалдым. Бұл мүмкін емес. Өкінішке қарай мүмкін. Құжаттың төменгі жағына үңілдім. Тағы бір сөйлем. Сол сәтте қолымнан қағаз түсіп кетті. Жоқ. Айман. Жоқ. Марат қағазды көтеріп алды. Ол да оқып шықты. Сосын маған таңырқай қарады. Құжатта бұлай жазылып тұр еді. Жүктіліктің алғашқы белгілері анықталған. Басым айналып кеткендей болды. Мен жүкті болғанмын ба? Даусым әрең шықты. Ерлан үнсіз басын изеді. Мен дем ала алмай қалдым. Өйткені мен мұндайды ешқашан білмегенмін. Ешкім айтпаған. Ешкім ескертпеген. Серіктің қайтыс болғаннан кейін бірнеше апта бойы қатты күйзелгенім есімде. Ауырып жүргенім де есімде. Бірақ жүктілік туралы ештеңе білмедім. Бұл қате шығар? Жоқ. Қалайша? Ерлан көзін төмен түсірді. Ол кезде медицина қазіргідей емес еді. Сонда сен жүктіліктің өте ерте кезеңінде болғансың. Жүрегім ауырып кетті. Кейін не болды? Құжатта жазылған. Мен келесі парақты аштым. Сол сәтте көзімнен жас аршып кетті. Онда жүктіліктің сақталмаған туралы жазылып тұр екен. Мен үнсіз жылап отырдым. 40 жыл бойы өзімді ешқашан ана болмаған әйел деп санадым. Ал тағдыр маған бір рет мүмкіндік беріпті. Бірақ оны да алып кеткен екен. Марат қолымды қысып отырды. Айман. Мен басымды көтере алмадым. Бірнеше минут өткен соң ғана өзімді қолға алдым. Мұны неге маған бермедіңіздер? Ерланның жүзі өзгеріп кетті. Өткені анам қарсы болды. Неге? Ол сені кінәлады. Мені ме? Я, мен сендер сенбесінді білмедім. Неге? Серіктің өліміне. Бөлме іші үнсіз қалды. Бұл сөздерді есту ауыр еді. Бірақ менің еш кінәм жоқ қой. Білем. Сонда да ол қайғыдан есін жоғалта жаздады. Мен үнсіз отырдым. Жылдар бойы жиналған өкпе мен қайғы араласып кеткендей болды. Сосын кенет ойыма бір нәрсе түсті. Бірақ мұның менің қазіргі ұлыма қандай қатысы бар? Ерлан бірден жауап бермеді. Ол папканың ең соңғы бөлігін ашты. Ішінен кішкентай конверт шығарды. Негізгі себеп осы. Бұл не? Серіктің соңғы өтініші. Мен конвертті аштым. Ішінде бір ғана қағаз жатыр екен. Қысқа ғана жазу. Бірақ сол бірнеше сөйлем бүкіл өмірінде өзгертуге берді. Егер бір күні Айман ана атанса, оған менің өмір бойы сенгенімді айт. Ол міндетті түрде бақытты болады деп сенемін.
Көзімнен жас тоқтамай ағып жатты. 40 жыл бұрын жазылған сөздер, 40 жыл бұрынғы үміт, 40 жыл бұрынғы сенім. Мен қағазды кеудеме қыстым, бірақ дәл сол сәтте Ерлан тағы бір сөз айтты. Сол сөз бәрімізді таңғалдырды. Айман, бұл құжаттарды беру үшін ғана келген жоқпын. Мен басымды көтердім. Онда не үшін? Ерлан терең тыныс алды. Соңғы 2 айда бір адам мені қайта-қайта іздеп жүр. Қандай адам? Әйел адам. Кім? Ол сен туралы сұрайды. Мені ме? Иә. Неге? Ерланым жауабы мені есеңгіретіп жіберді. Өйткені ол өзін сенің туған сіңліңмін деп таныстырды. Мен орнымнан атып тұрдым. Не? Өйткені мен өмір бойы жалғыз қыз болып өскен едім. Ал енді біреу менің туған сіңлім екенін айтып жүр екен. Ерланның соңғы сөзі құлағымда қайта-қайта жаңғырып тұрды. Ол өзін сенің туған сіңліңмін деп таныстырды. Мен сені алмадым. Өйткені өмір бойы жалғыз қыз екенімді біліп өстім. Әкем де, анам да басқа бала туралы ешқашан айтпаған. Тіпті алыстан туысқан ешкімнен мұндай әңгіме естімегенмін. Бұл мүмкін емес, дедім. Ерлан иығын көтерді. Мен де солай ойладым. Онда неге сендіңіз? Себебі оның қолында ескі суреттер бар. Менің жүрегім тарс ете қалды. Қандай суреттер? Сенің бала кезіндегі суреттер. Бір сәтке үнсіз қалдым. Марат та таңырқап отыр. Оны қайдан алған? Білмеймін. Өзі қайда? Қалада тұрады. Аты кім? Раушан. Ол есім маған ештеңе білдірмеді. Мүлде таныс емес. Бірақ көңілімде бір түрлі алаң пайда болды. Келесі күні кездесуге келістік. Түстен кейін қаладағы саябақ маңындағы шағын кафеге бардық. Жол бойы үндемедім. Марат көлікті жүргізіп келе жатып маған қарап қойды. Қорқып отырсың ба? Иә. Бәрі жақсы болады. Мен терезеден сыртқа қарадым. Бірақ ішімде түсініксіз сезім бар еді. Кафеге кіргенде бізден бұрын келген әйелді бірден байқадым. Жасы 55-тер шамасында. Қарапайым киінген, шашына ақ түсе бастапты. Бірақ мені көргенде орнынан атып тұрды. Көздері жасқа толып кетті. Айман. Мен тоқтап қалдым. Ол мені бұрыннан танитындай қарап тұр. Ал мен оны бірінші рет көріп тұрмын. Сәлеметсіз бе? Әйел жымиып көрді. Бірақ жымиысы дірілдеп шықты. Ақыры кездестік. Біз үстелге отырдық. Бірнеше секунд ешкім сөйлемеді. Сосын Раушан сөмкесінен ескі фотоальбом шығарды. Алдымен мынаны көр. Мен альбомды аштым. Алғашқы суреттен ақ тынысым тарылды. Ондағы кішкентай қызмен едім. 5-6 жастағы кезін. Жанымда анам тұр. Тағы бір қыз бала бар. Мен бұрын ешқашан көрмеген қыз. Бірақ екеуміздің түріміз ұқсайды екен. Өте ұқсайды. Бұл кім? Даусым әрең шықты. Раушан көзіне жас алды. Ол менмін. Мен қайта қарадым. Қыздың жүзінде расында ұқсастық бар еді. Бұл қайдан шыққан? Анам сақтап кеткен. Қандай ана? Раушан терең көрсінді. Біздің анамыз. Менің қолымдағы сурет дірілдей бастады. Жоқ. Айман. Жоқ, бұл мүмкін емес. Кафедегі адамдар бізге қарап қалды. Бірақ маған бәрі бір еді. Өмірімде бірінші рет өзімді жоғалтып алғандай болдым. Раушан сөмкесінен тағы бір қағаз шығарды. Бұл туу туралы куәліктің көшірмесі екен. Мынаны қара. Мен құжатқа үңілдім. Анамның аты жазылып тұр. Әкемнің аты да. Бірақ бала ретінде Раушан көрсетілген. Туған жылы менен 2 жас кіші. Денем мұздап кеткендей болды. Мұны түсіндірмішші. Раушан көз жасын сүртті. Мені туғаннан кейін басқа отбасы асырап алған. Неге? Себебін нақты білмеймін. Қалай білмейсіз? Маған да кеш айтылды. Мен үнсіз қалдым. Бүкіл өмірімнің іргесі шайқалып жатқандай еді. Раушан баяу сөйлей бастады. Мені асырап алған анам қайтыс болар алдында бәрін айтты. Не айтты? Менің туған ата-анам бар екенін. Сосын құжаттарды берді. Ал неге осы уақытқа дейін іздемедіңіз? Раушан төмен қарады. Қорықтым. Неден? Қабылдамай қояма деп. Мен жауап бере алмадым. Өйткені дәл қазір
өзімнің де не сезініп отырғанымды түсінбей тұрдым. Бір жағынан сенгім келмейді, екінші жағынан дәлелдер бар. Сол кезде Раушан тағы бір сөз айтты. Мен саған бір нәрсе үшін ғана келдім. Не үшін? Ақша үшін емес, ондай ойлаған жоқпын. Үй үшін де емес. Онда? Раушан жылап жіберді. Менің қатерлі іспен ауыратынымды жақында білдім. Мен қатып қалдым. Марат та үнсіз қалды. Не дедіңіз? Дәрігерлер көп уақыт бермеді. Мен не айтарымды білмедім. Раушан сөзін жалғастырды. Өлерімнің алдында туған әпкемді бір рет көргім келді. Жүрегім шым ете қалды. Оның жүзіндегі мұң жалған емес еді. Көзіндегі жас та шынайы болатын. Сол сәтте алғаш рет оған бөтен адамдай емес, жақын адамдай қарай бастадым. Бірақ әңгіменің ең ауыр бөлігі әлі алда екен. Раушан сөмкесінен соңғы конвертті шығарды. Мұны анам маған беріп кеткен. Не екен? Саған арналған хат. Маған? Иә. Кімнен? Раушан ақырын ғана жауап берді. Сенің анаңнан. Менің тынысым тарылып кетті. Өйткені анам 15 жыл бұрын қайтыс болған, ал қолымда оның маған жазған, бірақ ешқашан жетпеген хаты тұр еді. Конвертті ашуға қорықтым, бірақ ішіндегі шындық менің өмірімді тағы да өзгертуге дайын тұрғанын сезіп тұрдым. Қолымдағы конвертке ұзақ қарап отырдым. Оны ашуға қорқып тұрдым, өйткені кейде шындықты білмеу жеңілірек сияқты көрінеді. Бірақ енді кейін шегінуге болмайтын еді. Анам бұл дүниеден 15 жыл бұрын кеткен. Сол уақыттан бері айтылмаған қанша сөз, ашылмаған қанша құпия қалған кім білсін. Қолым дірілдеп конвертті аштым. Ішінен бүктелген бірнеше парақ шықты. Жоғарғы жағында анамның таныс жазуы тұр. Сол жазуды көрген сәтте көзімнен жас шығып кетті. Мен оқи бастадым. Қызым Айман, егер бұл хат қолыма тиіп жатса, демек мен бұл өмірде жоқпын. Мен саған өмір бойы айта алмаған шындық үшін кешірім сұраймын. Көзім бұлдырап кетті. Марат иығыма қолын қойды. Мен ары қарай оқыдым. Сен кішкентай кезінде біздің отбасымыз өте қиын жағдайға тап болды. Әкең ауыр науқастанып қалды. Ақша жетпеді, қарыз көбейді. Сол кезде біз өміріміздегі ең ауыр шешімді қабылдадық. Тамаққа бір нәрсе кептеліп қалғандай болды. Раушанды басқа отбасыға беруге мәжбүр болдық. Бұл шешім үшін өзімді өмір бойы кешіре алмадым. Мен жылап жібердім. Суреттегі қыз. Раушан. Шынымен менің туған сіңлім екен. Сен өскен кезде саған айтқымыз келді. Бірақ қорықтық. Сен бізді жек көріп кетеді деп ойладық. Хаттың әр жолы жүрегіңді ауыртып бара жатты. Егер бір күні Раушан сені тапса, оны кінәлама. Ол ештеңеге кінәлі емес. Оның да өмір бойы жаны ауырды. Осы жерге келгенде оқуды тоқтаттым. Көз жасымды сүрттім. Раушан үнсіз жылап отыр екен. Бірнеше минут бойы ешкім сөйлемеді. Содан кейін мен орнымнан тұрдым. Раушанға жақындадым. Ол абдырап маған қарады. Мен оны құшақтап алдым. Раушан қатты жылап жіберді. Мен де жыладым. 50 жылдан астам уақыт бөлек жүрген екі бауыр алғаш рет бір-бірін құшақтап тұрған еді. Сол күні кешке үйге оралғанда көңілім алай-дүлей болды. Бір жағынан жоғалтқан сіңлімді таптым. Бір жағынан анамның бүкіл өмір бойы көтеріп кеткен қайғысын білдім. Бірақ тағдыр бізге тағы бір сынақ дайындап қойыпты. 2 күннен кейін Раушан ауруханаға түсті. Ол маған таңертең телефон соқты. Даусы әлсіз еді. Айман, не болды? Ауруханадамын. Жүрегін зу ете қалды. Не болып қалды? Жағдайым нашарлап кетті. Мен бірден қалаға шықтым. Марат та бірге барды. Ауруханаға жеткенімізде дәрігер бізді дәлізге шақырды. Оның жүзінен жақсы жаңалық күтудің қажеті жоқ екенін түсіндім. Науқастың жағдайы күрделі. Қаншалықты күрделі? Дәрігер ауыр күрсінді. Ауруы тез өшіп жатыр. Мен қабырғаға сүйене кеттім. Бәрі тым жылдан болып жатқандай еді. Кеше ғана табысқан сіңлім бүгін аурухана төсегінде жатыр. Өмір осынша әділетсіз бола ма? Палатаға кіргенде Раушан күлімсіреуге тырысты. Бірақ жүзі қатты жүдеп кеткен. Қорықпа, деді ол. Мен көз жасымды жасыра алмадым. Сен әлі жазыласың. Раушан үндемей қалды. Ол да шындықты түсінген сияқты. Сәлден кейін ол менің қолымды ұстады. Айман, иә? Егер маған бірдеңе болса, онда сөз айтпа. Тыңдашы, мен үнсіз қалдым. Менің қызым бар. Білемін,
Оның аты Дина. Иә, ол жалғыз қалмасын. Көзімнен тағы жас ақты. Раушан, уәде берші. Мен басымды изедім. Уәде берем. Ол алғаш рет шын көңілден жымиды. Сол күні кешке үйге қайтқанда ұзақ ойландым. Менің өмірім бір айдың ішінде қалай өзгеріп кеткенін өзім де түсінбеймін. 60 жасында ана болдым. Содан кейін туған сіңлім бар екенін білдім. Енді оны жоғалтып алудан қорқып жүрмін. Бірақ тағдырдың ең үлкен тосын сыйы әлі алда екен. 3 күннен кейін кешкі уақытта үйдің қақпасы қағылды. Марат сыртқа шықты. Бірнеше секундтан кейін мені шақырды. Аулаға шықтым. Қақпа алдында жас әйел тұр екен. Жанында шамамен 15-16 жастағы қыз бар. Әйел маған ұзақ қарады. Сосын ақырын ғана: "Сіз Айман апайсыз ба?" "Иә, мен Динамын." Мен бірден түсіндім. Раушанның қызы. Бірақ оның келесі сөзі жүрегімді тоқтатып жібере жаздады. "Анам сізге бәрін айтып үлгермепті." "Нені?" Дина көз жасын сүртті. "Менің сізге беруім керек тағы бір құжат бар." "Қандай құжат?" Қыз сөмкесінен қалың папка шығарды. "Бұл құжат біздің бүкіл отбасымыз туралы шындықты өзгертеді." Мен папкаға қарап қатып қалдым. Өйткені дәл сол сәтте өмірімде тағы бір құпия ашылуға дайын тұрғанын сездім. Динаның қолындағы папкаға ұзақ қарап қалдым. Соңғы бір айдың ішінде өмірім астан-кестен болып кеткен еді. 60 жасында ана атандым. Өмір бойы жоғалттым деп ойлаған үмітімді қайта таптым. Туған сіңлім бар екенін білдім. Ал енді тағы бір құпия күтіп тұрған сияқты. "Ішке кіріңдер," дедім. Бәріміз үйге кірдік. Дина папканы үстелге қойды. Қолдары дірілдеп тұр. "Анам мұны сізге беруімді өтінген еді." "Не бар ішінде?" "Өзін де толық білмеймін." Мен папканы аштым. Ішінде ескі құжаттар, фотосуреттер және бірнеше хат жатыр екен. Ең үстінде Раушанның өз қолымен жазған хаты тұр. Мен оқи бастадым. "Айман, егер бұл хатты оқып отырсаң, демек мен саған бәрін айтып үлгермеген шығармын." Көзіме жас келді. "Мен сені тапқаннан кейін өмірімдегі ең үлкен арман орындалды. Бірақ тағы бір шындық бар." Жүрегім тағы да дүрсілдей бастады. Анам қайтыс болар алдында маған бір сыр айтты. Ол өмір бойы сені қатты жақсы көрген. Бірақ бір нәрсе үшін өзін кешіре алмаған. Мен хатты әрі қарай оқыдым. "Сен бала көтере алмай жүрмін деп ойладың. Бірақ анам жасырын түрде дәрігерлерге бірнеше рет барған екен. Олар саған дер кезінде дұрыс ем жасалмағанын айтқан." Мен қатып қалдым. Сол үшін анам өзін кінәлі санаған. Егер сол кезде жағдай басқаша болғанда, сен әлде қашан ана атанар едің деп ойлаған. Көз жасым хаттың үстіне тамып жатты. Өмір бойы тағдырды кінәлап келдім. Ал анам үнсіз ғана өз кінәсін арқалап жүріпті. Хаттың соңына жеткенде бір сөйлем бәрінен де қатты әсер етті. "Сен өзіңді ешқашан кеш қалған адаммын деп ойлама. Кейбір бақыттар ұзақ күтеді." Мен хатты жайлап жаптым. Сол сәтте телефон шырылдады. Қоңырау ауруханадан екен. Жүрегім зу ете қалды. Раушан. Қолын дірілдеп тұтқаны көтердім. Бірақ дәрігердің алғашқы сөзі күтпеген болды. "Алаңдамаңыз, мен демімді ішіме тарттым." "Жағдайы қалай?" "Тұрақталды." Көзімді жұмып жібердім. Бірнеше күн бойы жиналған қорқыныш аздап сейілгендей болды. Бұл толық жазылды деген сөз емес еді, бірақ үміт бар. Ал кейде адамға бір ғана үміт жеткілікті. Арада бір жыл өтті. Уақыт зымырап өте шықты. Ұлым тәй-тәй басым жүре бастады. Үйдің іші бұрынғыдай тыныш емес. Кішкентай аяқтың тықылы, бала күлкісі, ойыншықтардың шашылып жатуы. Бұрын армандап қана жүрген дүниелер енді менің күнделікті өміріме айналды. Кейде таңертең оянып, осының бәрі түс емес пе деп ойлаймын. Сосын бесікте ұйықтап жатқан ұлыма қараймын. Сол кезде ғана бәрінің шын екенін түсінемін. Раушанның жағдайда бір қалыпты болды. Ем қабылдап жүр. Біз жиі хабарласамыз. Дина бізге келіп тұрады. Бір жыл бұрын мүлде танымайтын адамдар бүгінде ең жақын жандарының біріне айналды. Өмір қызық екен. Кейде бір күннің ішінде бәрін жоғалтасың. Кейде бір жылдың ішінде бүтін бір отбасы табасың. Бір күні ұлымды алып серуенге шықтым. Жол бойында аудандық аурухананың жанынан өттік. Сол сәтте есіме перзентханадағы оқиға түсті.
Әлі ұмытқан жоқпын. Палата сыртындағы әлгі сөздер. Баланың обалына қалған сияқты. Мұндай жаста туған балаға қиын болады. Сол түні қанша жылағанымды бір өзім білемін. Бірақ қазір өткенге басқа көзбен қараймын. Өйткені менің көз жасының себебі ол адамдар емес екен. Мен олардың сөзіне емес, өз қорқынышыма жылаппын. Баламның болашағы үшін қорқыппын. Өзімді кінәлаппын. Кеш қалып қойдың деп ойлаппын. Ал шын мәнінде өмір маған мүлде басқа нәрсе көрсетіпті. Ана болудың өз уақыты жоқ екен. Бақыттың да өз уақыты жоқ екен. Кейде ол ерте келеді, кейде кеш келеді. Бірақ келген кезде жүректегі барлық жараны емдейді екен. Ұлым арбадан маған қарап күлімсіреді. Мен оны көтеріп алдым. Жаным менің. Ол күлді. Мен де күлдім. Сол сәтте тек көзіме тағы жас келді. Бірақ бұл жолы мұңнан емес, бақыттан еді. 60 жасында тұңғышымды дүниеге әкелдім. Иә, жолым ұзақ болды. Иә, мен көп жыладым. Иә, талай сынақтан өттім. Бірақ дәл қазір өткен өміріме қарасам, бір ғана сөз айтқым келеді. Күткен бақытым кеш келді. Бірақ келгеніне шүкір. Соңы.